Біз жаһандану дәуірінде өмір сүріп жатырмыз, және басқа елдермен қарым-қатынасымыз күн сайын артып келеді. Қазақстандық тауарлардың экспортын арттыру ұлттық экономиканың басым бағыттарының бірі болып табылады. Бүгінгі таңда әр кәсіпкердің өз өнімін экспорттауға мүмкіндігі зор, және мемлекет оларға көптеген қолдау шараларын ұсынып отыр. Біз бүгін осы тақырыпқа кеңінен тоқталмақшымыз. Қазақстан экспорты құрылымындағы негізгі үлесті шикізат құрайды. 2019 жылы шикізаттық емес экспортты дамытудың жол картасы бекітілді. Құжат кедергілерді жоюға, өндірушілердің шығындарын азайтуға және отандық экспортты қолдаудың басқа да шараларына бағытталған. Экспортты арттыру функциялары қазақстандық бірнеше ұйымға енгізілді. Экспорттаушыларға көрсетілетін нақты қолдау шараларын егжей-тегжейлі қарастырайық. Қазақ экспорттық сақтандыру компаниясы. Ол мемлекеттік мекеме, шикізаттық емес секторында өнім экспорттайтын компаниялардың тәуекелдерін сақтандыру үшін құрылған. Кәсіпкерлерге көптеген қызмет түрлерін ұсынады. Мысалы, экспортқа дейінгі қаржыландыру, экспорттық сауданы қаржыландыру, қарыздарды ерікті сақтандыру, қаржылық лизинг, аванстық төлем, банктік кепілдіктер және басқалар. Қазақ экспорт акционерлік қоғамы қызметі туралы қосымша ақпаратты компанияның сайтынан алуға болады. Индустрия Қазақстандық өнеркәсіп және экспорт орталығы экспорттаушылардың шығындарының бір бөлігін өтеумен айналысады. Қаражат 2015 жылы инвестициялар және даму министрімен бекітілген тауарлар тізіміне сәйкес өтеледі. Атап айтқанда, тауарларды шетелде жарнамалау, көрмелерге, жәрмеңкелер мен фестивальдерге қатысу, шетелде тарату үшін каталогты шығару, шетелде филиалдар мен бөлшек сауда орындарын, қоймалар ұстау, шетелде тауар таңбаларын тіркеу, тауарларды шетелде сертификаттау. Индустрия бұл шығындарды шағын кәсіпорындар үшін 60% көлемінде, орта кәсіпорындар үшін жалпы құнның 50% мөлшерінде өтейді. Өтемнің максималды мөлшері 13 мың айлық есептік көрсеткіштен аспайды. 2019 жылы бұл шамамен 33 миллион теңгені құрады. Барлық шығындар негізделіп, құжатталуы керек. Мысалы, сіз шұжық шығарасыз және Мәскеуде өтетін көрмеге қатысуға шешім қабылдадыңыз. Ол үшін шамамен 1 миллион теңгені жұмсайсыз. Ал Индустрия компаниясына өтініш бергеннен кейін барлық қажетті құжаттарды қоса берсеңіз, сізге 600 мың теңге өтелуі мүмкін. Правилами также утвержден перечень товаров, которые приоритетны, да, для экспорта. Их на сегодняшний день более 4000. Они начинаются от простого муки, скажем так, и заканчиваются товарами машиностроения, металлургии и так далее. То есть, в принципе, перечень очень большой, он определяется по коду ТНВ на 4 знаках. И оно, в принципе, в общем доступе. Любое предприятие может пройти на наш сайт и посмотреть, какой перечень товара, и проверить. Сонымен қатар, Индустрия товар жеткізу құнының бір бөлігін өтейді. Мы возмещаем затраты по транспортировке всеми видами транспорта, то есть это железнодорожный, автомобильный, водный и воздушный транспорт. Барлық кәсіпорындар үшін өтемақы мөлшері 50%-ді құрайды, ал автомобиль көлігіне қатысты шығын 0,12 айлық есептік көрсеткіш көлемінде өтеледі, немесе бір шақырым үшін 300 теңге болып саналады. Мы возмещаем затраты, то есть постфактум. То есть эти затраты он сначала несет, потом предоставляет нам документы, подтверждающие эти затраты, и мы ему возмещаем. И следующий момент, вот в текущем году с последними изменениями мы внесли, что помимо предприятий-производителей этих товаров, да, экспортеров, мы также рассматриваем, то есть в качестве заявителя, и предприятия транспортной компании, которые осуществляют транспортировку или занимается экспортом товаров и являются дочерними организациями производителя. Здесь это очень важно, потому что, чтобы сами предприниматели тоже это понимали, наши меры стимулирования, они направлены на стимулирование именно производителей экспортировать, не трейдеров, не каких-то там дилеров, да, которые просто занимаются
перекупкой, да, покупают у производителей и перепродают. Это очень важно. Мы здесь хотим попытаться стимулировать производителей. Қазтрейд сауда саясатын дамыту орталығы бұрын аналитикалық зерттеулермен айналысатын. 2019 жылдан бастап бұл ұйым қазақстандық экспорттаушылар үшін бірыңғай терезеге айналды және кәсіпкерлер мен мемлекеттік органдар арасында агент ретінде жұмыс істейді. Қазтрейд Қазақстанның шетелдердегі сауда өкілдіктерінде болады. Атамекен сыртқы сауда палатасы Қазақстандық экспортты дамытуға атсалысады. Компания шетелде жәрмеңкелер, көрмелер және басқа да іс-шаралар ұйымдастырып өткізеді. Сонымен қатар, сыртқы экономикалық қызмет бойынша ақпараттық, бағалаушылық, брокерлік, маркетингтік, жарнамалық қызметтерін ұсынады. Даму кәсіпкерлікті дамыту қоры 2014 жылдан бастап 2018 жылға дейін экспортқа бағытталған 267 жобаны қаржыландырды. 2019 жылы қор қоржынына тамақ өндірісі, электр жабдықтары, химия және фармацевтика, құрылыс материалдары, жеңіл өнеркәсіп сияқты 77 жоба жиналған. Қорда жаңадан бастаушы кәсіпкерлер мен стартаптар үшін несие беру бағдарламалары бар. Аграрлық несие корпорациясы экспорттық кәсіпорындарды агроэкспорт арнайы бағдарламасы бойынша қаржыландырады. Сыйақы мөлшерлемесі жылдық 4%-дан басталады. 3 жылға дейінгі жеңілдік мерзімі қарастырылған, несие мерзімі 10 жылға дейін. Мамандарды даярлау және олардың біліктілігін арттыру орталығы сыртқы экономикалық қызмет саласындағы импорт және экспорт мәселелері бойынша кеңестер береді. Оқу семинарлары мен тренингтер ұйымдастырады. Сыртқы экономикалық қызметке арналған арнайы әдебиеттер шығарады. Бұл туралы барлық ақпаратты Қазақстанның экспорттық порталынан табуға болады. Ресурста экспорт мәселелері бойынша барлық қажетті материалдарды, экспорттаушыларды қолдау шараларын, ұйымдардың байланыстарын және соңғы жаңалықтарды оқуға болады. Мұнда сіз Қазиндастри және Қазақ экспорт онлайн қызметтеріне жүгіне аласыз. Қазақстанның Еуразиялық экономикалық одақ елдер арасындағы негізгі сауда серіктесі Ресей болып табылады. Оның үлесі 2018 жылы 18,5 миллиард ақш доллар немесе 92%-ын құрайды. Сондықтан енді бонус ретінде сіздерге Ресейге экспортталатын қазақстандық тауарлардың үздік ондығын ұсынамыз. Бірінші орын какаосы жоқ тәттілер, екінші орын шоколад, үшінші орын тұз және дәмдеуіштер, төртінші орын сүт және кілегей, бесінші орын ет және құс еті, алтыншы орын макарон, жетінші орын май, сегізінші орын ірімшіктер және сүзбе, тоғызыншы орын балық және уылдырық, оныншы орын шай. Қазіргі әлем соншалықты жаһанданған, сондықтан кәсіпкерге тек жергілікті нарықпен шектелудің қажеті жоқ. Бүгінгі сабақта қарастырған осындай қолдау құралдарының барлығын ескере отырып, кез келген адам өз өнімін экспорттай алады. Ең бастысы, өзіңдік ерекше, елде ғана емес, шетелде де сұранысқа өніміңізді тауып алыңыз. Ол үшін көрмелерге, жәрмеңкелер мен форумдарға барыңыз, адамдармен танысыңыз, байланыс орнатыңыз және пайдалы ақпараттар оқыңыз. Келесі сабақта кездескенше.